Қақпашылар футболда орасан зор маңызды рөлге ие. Егерде жөнді қақпашың болмаса, мейлі командаңда әлемдегі ең мықты шабуылшылар болсын, бұдан түк те пайда жоқ десек те болады. Бұған дәлел ретінде 2018 жылғы Чемпиондар Лигасының финалды ойынын еске салсақ жеткілікті. Голкиперлер өз командасын голдан аман сақтап қалу үшін басын тәуекелге тігіп жанталасып, қайтару мүмкін емес өте жойқын соққыларды алып шығады. Сонымен нағыз футбол арнасы бүгінгі шығарылымда топ-10 футболдағы ең үздік қақпашылар сейфтерін сіздердің назарларыңызға ұсынатын болады. Бастамас бұрын қазақ тіліндегі футбол жайындағы арнамызды қолдап тіркеліп, еңбегімізді бағалап, видеоға лайк басуларыңызды сұраймын. Олай болса, бастайық. Диего Кошта 2024 жылғы Еуропа чемпионатының 8-1 финалдық кезеңінде Португалия мен Словения командалары күш сынасты. Және дәл осы матчта португалдық голкипер Диего Кошта әлемдегі ең үздік қақпашылардан бірі екендігін дәлелдеп, бар өнерін көрсетті. Толық ойын бойы есеп ашылмай қойып, матч қосымша экстра таймдарға дейін созылды. Кездесудің 115 минутында Португалия құрамасының аңыз қорғаушысы Пепе болмайтын жерден оңбай қателесіп, бұның салдарынан шабуылшы Беньямин Шешко Диего Коштамен жеке дара 1-1 шығады. Егер Португалия осы сәтте гол жіберіп алса, масқара болып отылып, турнирмен ұятты түрде қош айтысқан болар еді. Алайда Диего Кошта бұл тұста ерлік танытып, ғаламат сейв жасады. Бұнымен ғана шектелмей ол пенальти сериясында 3 соққыны қайтарып, өз ұлттық құрамасын келесі кезеңге алып шықты. Тибо Куртуа 2022 жылы Чемпиондар Лигасының финалында Ливерпуль мен Реал командалары күш сынасып, тартысты матч орын алды. Бұл ойында Мерсисайдтағы ұжым Мадридтік команданы әбден қаспақ қалып, гол соғуға болатындай қаншама қауіпті сәттерді ұйымдастырған болатын. Алайда Реал қақпасын қорғаған Тибо Куртуа бұл ойында өзінің бар өнерін паш етіп, бір емес біршама ғаламат сейфтер жасап, өз қақпасын голсыз сақтап қала білді. Куртуа болмағанда Ливерпуль Реалдың қақпасына 3-4 голды жаймен соғып тастайтындай-ақ болды негізі. Бельгиялық голкипер бұл матчта жалпы саны 9 сейв жасаған. Ойынның 20 минутында Садио Мане қақпаға жақын тұстан жойқын соққы бағыттады. Алайда Тибо Куртуа дер кезінде секіріп үлгеріп, бұл ауыр соққыға төтеп берді. Куртуаның қолы тиген доп қақпа бағанасына тиіп, кері серпілді. Осылайша Тибо Куртуа толық матч бойы ерлік жасап, өз командасына кезекті чемпиондықты алып келді. Өткен видеода жасырылған футболшыны мына көрермендеріміз дұрыс тапқан екен. Мансабындағы өнер көрсеткен командалары арқылы жасыратын келесі футболшымыз назарларыңызда. Алғаш дұрыс тапқандарды келесі шығарылымда көрсетіп жариялайтын боламыз. Петр Чех күмәнсіз өз кезеңінің ең үздік қақпашыларының бірі болды. Аса ауыр жарақат алып қалып қиындықты еңсерген ол, басына шлем киіп алып, адам сенгісіз сейфтер жасап, барлық футбол жанкүйерін сүйсіндіре таң қалдыратын. 2013 жылы Англия кубогының ширек финалында Челси өз алаңында Манчестер Юнайтедпен жолыққан болатын. Және дәл осы матчта Петр Чех өзінің ең керемет сейфтерінің бірін жасап көзге түсті. Матчтың 61 минутында қызыл сойқандар гол соғатын тамаша мүмкіндікке ие болып, мексикалық шабуылшы Чичарито қақпадан 1-2 метр жерден баспен соққы бағыттайды. Бұл жерде негізі гол соғудан көрі гол соға алмай қалу қиынырақ болды. Алайда чехиялық голкипер көз ілеспес реакциясының арқасында допты қағып жіберіп, өз командасын таза голдан аман сақтап қалды. Осылайша матч 1-0 есебімен аяқталып, Челси клубы келесі кезеңге жолдамалды. Қадірменділер, бірер секунд уақыттарыңызды бөлуге тура келіп тұр. Бақандай 70% көрермендеріміз видеоларымызды тіркелмей көреді екен. Сондықтан егер әлі тіркелмеген болсаңыздар, арнамызға жазылып қоюларыңызды сұраймын. Сіздер үшін видеоға лайк басып арнаға тіркеліп қою, бұл ештеңеге тұрғысыз бірнеше секундтық шаруа. Ал біз үшін бұл сіздердің тараптарыңыздан үлкен шабыт болып табылады. Сондықтан қолдауларыңызды аямаңыздар дегім келеді. Ендеше жалғастырайын. Нойер 2015 жылы Чемпиондар Лигасының топтық кезеңі қарсаңында Арсенал өз алаңда Бавариямен күш сынасты. Жалпы немісті қақпашы Мануэль Нойер өзінің фантастикалық реакциясымен әлемге әйгілі.
Және дәл осы матч сәтінде ол бұл қылығымен кезекті рет көзге түсті. Ойынның 34 минутында алаң қожайындары қарқынды шабуыл ұйымдастырып, шабуылшы Тео Волкот қақпаға өте жақын тұстан баспен соққы бағыттап, 100% гол соғатын тамаша мүмкіндікке ие болады. Алайда Нойер дер кезінде секіріп үлгеріп, бір қолмен өте қиын допты алып шығады. Осылайша Нойер кезекті ғаламат сейфтің авторы атанды. Буффон. Италияның аңызға айналған әйгілі қақпашысы Джанлуиджи Буффон 28 жыл бойы профессионалды деңгейде өнер көрсетіп, қартайған кезіне дейін талай керемет сейфтерді жасап кетті. Оның жасаған таңғажайып сейфтерін күні бүгінге дейін талай футбол жанкүйерлері YouTube-тан қайта-қайта тамашалап, таңғалып еске алады. Буффон жасаған ең үздік сейфтердің бірі 2003 жылы Чемпиондар лигасының финалдық матчында орын алды. Сол жылы кәрі құрлықтың ең престижді турнирінің финалында Ювентус пен Милан командалары жолықты. Кездесудің 16 минутында Милан командасы гол соғып есеп ашатын тамаша мүмкіндік ұйымдастырып, Инзаги қақпаға алыс емес тостан баспен жойқын соққы бағыттайды. Алайда Буффон қырағылық танытып, қайтару өте қиын болған допты алып шығып, өз қақпасын голдан аман сақтап қалды. Баспен керемет соққы бағыттаған Инзаги бұл сәтте қалайша гол кірмей қалғанын түсіне алмай қалды. Десе де өкінішке орай бұл матч Буффон үшін бәрі-бірде сәтсіз аяқталды. Матчтың өзі тең аяқталып, ал пенальти сериясында Ювентус Миланға 2-3 есебімен есе жіберді. Де Хея. Испаниялық әлемге әйгілі қақпашы Давид Де Хея өзінің барлық мансабы бойы қаншама ғаламат сейфтерді жасап тастаған. Жалпы оның жасаған сейфтерін алып қарайтын болсақ, қай-қайсысы да бір-бірінен кем қалмай асып түседі. Соның бірін атап өтсек, 2018 жылы Чемпиондар лигасының 8-1 финалдық кезеңінде Севилья өз алаңында Манчестер Юнайтедпен жолыққан болатын. Ойын сәттерінің бірінде бірінші тайм аяқталар тұста испаниялық команда қауіпті шабуыл жасап, әуеден келген допты шабуылшы Луис Муриел қақпаның дәл алдына жақын тұстан баспен соққы жасайды. Және Давид Де Хея бұл эпизодта таңғажайып реакция таныта біліп, жойқын соққыны алып шығып, өз командасын голдан құтқарып қалды. Соққы бағыттаған Севилья ойыншысы қалайша гол кірмей қалды деп өз көзіне өзі сене алмастан, сол күйі аң-таң күйінде қалды. Тер Штеген. 2015 жылы Чемпиондар лигасының жартылай финалында Бавария өз алаңында Барселонамен күш сынасты. Алғашқы ойында Барса немістерді 3-0 есебімен жеңгеннен соң әрине, келесі кезеңге кімнің өтетіні алдын ала шешіліп қойған еді. Алайда Хосе Гвардиола тізгіндеген команда оңайшылықпен беріле салғылары келмеді. Мюнхендік ұжым өз жанкүйерлерінің көзінше намысқа тырысып ойнап, қолдан келгендерін жасап, қаншама қауіпті шабуылдар жасады. Алайда сол кездегі әлемнің ең үздік қақпашысы болған Марк-Андре Тер Штегенге гол соғу оңай шаруа емес. Матчтың 38 минутында алаң қожайындары өткір шабуыл ұйымдастырып, польшалық сұрмерген Роберт Левандовски қақпаға тым жақын тұстан жойқын соққы жасады. Тер Штеген қайтару қиын болған соққыны алып шығады. Алайда соққы өте жойқын болғандықтан Тер Штегеннің қолына тигеннен кейін де тоқтамай, дәл қақпаға гол кіріп бара жатты. Алайда қырағы неміс қақпашысы бұл жолы да қайтарып үлгеріп, топты дәл қақпа сызығынан алып шығады. Дәл осы сейф сол жылғы Чемпиондар лигасы маусымының ең үздігі ретінде мойындалды. Эмилиано Мартинес. 2022 жылы өткен әлем чемпионатының финалында Аргентина мен Франция құрамалары теке тіресіп, өзара кім мықтыны сарапқа салған болатын. Дәл осы матчта атышулы қақпашы Эмилиано Мартинес өзінің жасаған таңғажайып сейфімен Аргентинаны құтқарып қалып, күллі әлемді бір таңғалдырып тастады. Бұл оқиға матчтың ақырғы 120-шы ең соңғы минуттарында орын алды.
Тартысқа әрі драмаға толы болған ойын тең дәрежеде өтіп, матч қосымша экстра таймдарға дейін созылды. Таблодағы есеп 3-3, соңғы 120 минут, барлығы пенальти сериясына дайындалып жатқан сәт еді. Алайда кенеттен Франция құрамасы өте қауіпті шабуыл ұйымдастырып, шабуылшы Рандаль Коломуани қақпашымен бетпе-бет шығып, таза 100% гол соғатын мүмкіндікке ие болды. Егер осы жерде гол соғылғанда бәрі осымен бітіп, Месси сол күйі әлем чемпионы бола алмай кететін еді. Алайда дәл осы эпизодта Эмилиано Мартинес дер кезінде атып шығып, бағытталған ауыр соққыны аяғымен қайтарып, ерлік танытты. Пенальти сериясында аргентиналықтар Францияға еш мүмкіндік берместен 4-2 есебімен жеңіске жетіп, чемпион атанды. Касильяс. Әлемге әйгілі кезекті қақпашы Икер Касильяс Мадридтік Реал клубы, сондай Испания құрамасы саптарындағы жасаған талай қаншама сейфтерінің арқасында аңыз қақпашы атанған. 2011 жылдың желтоқсан айында Мадридтік Реал сырт алаңда Севильямен жолықты. Бұл матчтың 12 минутында Касильяс адам сенгісіз сейв жасап, күллі әлемдегі футбол жанкүйерлерін шоқ қылған болатын. Алаң қожайындары жақсы шабуыл ұйымдастырып, олардан ойыншысы қақпашымен бетпе-бет шығып, таза 100% гол соғатындай мүмкіндікке ие болады. Алайда масықша ұмтылған Касильяс қайтару мүмкін емес соққыны қалай екені белгісіз алақанмен алып шығады. Касильястың қолына тиген доп қақпа бағанасына тиіп, кері ұшып кетеді. Не деген ғаламат сейф мынау, қайта-қайта көре беруден жалықпайсың ғой шіркін. Сонымен, біздің бүгінгі топтамамыздың бірінші орнына әрине Ян Облактан жасаған адам сенгісіз сейфтері жайғасады. 2017 жылы Чемпиондар Лигасының 8-1 финалдық кезеңінде Атлетико өз алаңында Байермен жолықты. Матчтың 68 минутында Атлетико қорғаушыларының өрескел қателігінен соң немістік команда гол соғатын 100 емес, 200% таза мүмкіндікке ие болған еді. Алайда словениялық қақпашы Ян Облак 1 емес, 2 емес, қатарынан 3 сейв жасап, өз командасын голдан аман сақтап қалды. Тәжірибелі қақпашы әуелі шабуылшы Юлиан Брандттың добын қайтарды. Кейін Кевин Фолландтың 1 емес, 2 рет қатарынан бағыттаған соққыларын ерлікпен алып шықты. Бұл матч 0-0 есебімен тең аяқталды. Нәтижесінде алғашқы сырт алаңдағы ойында 4-2 есебімен жеңіске жеткен Атлетико ұжымы ширек финалға жолдама алды. Қадірменді көрермендер, ал сіздер қай қақпашы жасаған сейфті ең үздік деп есептейсіздер? Және бұл видеоға басқа қай қақпашылардың жасаған ғаламат сейфтерін қосар едіңіздер? Міндетті түрде комментке өз нұсқаларыңызды жазып қалдыруды ұмытпаңыздар. Осымен бүгінгі шығарылымымыз өз соңына келіп жетті. Егер ұнаған болса лайктарыңызды басуды, сондай арнаға жазуды ұмытпаңыздар. Бізде басқа да өте қызықты видеолар жетерлік, көруге кеңес береміз. Келесі кездескенше аман болайық.